Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Джевис ұсынады. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ. Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ. Қой мойынды қоян жақ, бөкен қабақ. Ауыз омыртқа шығыңқы, майда жалды, ой желке өңіреген болса сағақ. Қазақ халқы жылқыны ерекше құрметтеген. Ол киелі жануардың қастерленген сонша жеті қазынаның арасынан ойып тұрып орын алған. Өйтетін жөнінде бар. Себебі жер жаһанды билеген адамзат баласының атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы ұлы даладан тарағаны тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі Ботай қонысында жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілген дәлелдеді. Міне, сонау біздің дәуірімізге дейінгі 3000 жыл бұрынғы ботайлықтар заманынан күні кешеге дейін атам қазақ аттан түскен жоқ. Ал атқа қонған қазақ алапат күшке ие екені әмбек аян. Күллі Европадағы озық ойлы өркениетке қол жеткіздік деген көне гректердің өзі сол кездің өзінде қара жаяу жүріп соғысатын. Сондықтан атқа қонған көшпенділер олар үшін бір ғажайып құбылыс сияқты көрінетін кентаврлар аңызын тудырды. Қызығы сол өркениеттілер кентаврлардан өлердей қорқатын. Сақтардан да, ғұндардан да, үйсіннен де, түркілерден де, ұлы қағанның қайыспас қолынан да, алтын ордадан да, Еділ мен Тоқтамыс, Керей Жәнібек пен Кенесарыдан да. Бір ғажабы, бабаларымыз атқа міну мәдениетін жетілдіру арқылы жаһандық өркениетке өлшеусіз үлес қосып келеді. Қай елдің қандай өнер табысы кемінде 3000 жылдан астам пайда қасып келеді? Ал жылқының жасы мен түсіне байланысты атаулар тек біздің бай тілімізде ғана бар десем, артық айтқаным емес. Қазақ пен қазанат егіз ұғым. Баласы мен немересінің бәсіресіне тай мінгізетін де қазақ халқы. Тұқымын жалғар ұрпағына ұзын сонар кештерде жырдастандар мен аңыз ертегілер айтып өсиет ететінде мына біз. Кендебайдың кер құласы, Ертөстіктің шал құйрығы, Қобландының тай бурылы, Алпамыстың бай шұбары, Ертарғынның тарланы, Абылай ханның нарғызылы, Қабанбайдың қубасы, Райымбектің көк ойнағы, Ақан серінің құлагері, Исатайдың ақтабаны, Кене ханның ақтангерлерін халық иесінен кем құрметтемеген қазақ жылқы мінезді. Бізде жылқы бар. Және жылқы тектес біз бармыз. Ал бұл қазақтың мінезі. Бұл сенің болмысың.